Тоқпан жілік, хумерус, үзін түтікті сүйек. Сол үшін де бұның диафизін, яғни ортаңғы бөлігін, және екі эпифизін ажыратады. Проксималды эпифизі тұлғаға жақын шеті, және дисталды эпифизі тұлғадан алыс жатқан шеті. Диафиз менен эпифиздердің арасында метафиздер жайғасады. Бұның проксималды эпифизінде шар тәріздес басын көреміз. Капут хумери деп аталады. Басының жиегінде анатомиялық мойнын көруге болады. Колум анатомикум деп атаймыз. Төмен қарай одан екі төмпекті көреміз. Үлкен төмпек туберкулум майус деп аталады, және кіші төмпек туберкулум минус деп аталады. Төмпектер қырлармен жалғасады. Үлкен төмпектің қыры криста туберкули майорис, кіші төмпектің қыры криста туберкули минорис деп аталады. Төмпек пен қырлардың арасында жүлге жайғасқан. Sulcus intertubercularis деп атаймыз. Бұл жүлгеде екі басты бұлшықеттің ұзын басының сіңірі жайғасады. Эпифиздің диафизге өтер жерінде хирургиялық мойны болады. Колум хирургикум деп атаймыз. Клиникалық маңызы зор бұны білудің, себебі сүйек сынғанда жиі осы хирургиялық мойнынан сынады. Денесі корпус хумери деп атаймыз. Денесінің жоғарғы бөлігі цилиндр тәрізді болып келеді, ал төменгі бөлігі үш қырлы болып келеді. Денесінде латералды жағында дельта тәрізді бұдырды көреміз. Тубероситас дельтоидея деп атаймыз. Бұл бұдырға келіп, дельта тәрізді бұлшықет бекінеді. Дельта тәрізді бұдырдың артқы жағында кәржілік жүйкесінің жүлгесін көреміз. Sulcus nervi radialis деп аталады. Бұл жерде кәржілік жүйкесі жайғасады. Төменгі жағы үш қырлы болғандықтан бұның үш бетін және үш жиегін ажыратамыз. Артқы беті facies anterior деп атаймыз. Алдыңғы латералды беті facies anterior-lateralis деп атаймыз. Алдыңғы медиалдық беті facies anterior-medialis деп атаймыз. Жиектері латералды жиегі margo-lateralis, медиалды жиегі margo-medialis және алдыңғы жиегі margo-anterior деп аталады. Дисталды эпифизінде біз айдаршығын көреміз тоқпан жіліктің. Condylus humeri деп аталады. Айдаршықтың басы болады. Capitulum humeri деп аталады. Және айдаршығында тоқпан жіліктің шығыры болады. Trochlea humeri деп аталады. Айдаршықтың үстіңгі жағында, алдыңғы бетінде, шығырдың жоғар жағында тәждік шұңқыр орналасады. Fossa coronoideum дейміз. Ал айдаршық басының үстіңгі жағында кәржілік шұңқыр орналасады. Fossa radialis деп атаймыз. Ал артқы жағында айдаршықтың үстіңгі жағының бұл жерде шынтақ шұңқыры орналасады. Fossa olecranin деп аталады. Айдаршықтардың үстіңгі бүйір жақтарында үстіңгі айдаршықтар орналасқан. Медиалды үстіңгі айдаршық Epicondylus medialis деп аталады. Мынау латералды үстіңгі айдаршық Epicondylus lateralis деп аталады. Медиалды үстіңгі айдаршық латералды үстіңгі айдаршық қарағанда жақсы жетілген болып келеді. Және де медиалды үстіңгі айдаршықтың артқы жағында шынтақ жүйкесінің жүлгесі орналасады. Sulcus nervi ulnaris деп аталады.